Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni boshlamas burun arnaga tirkilib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi. Жасанды интеллект ChatGPT'ga Janibek Alimxanұлы мен Annuel Nigamaning o'rtasidagi jekpejek jayli so'rab ko'rdik. Kim jengadi? 5-savrda Astanada o'tgan jekpejekda qozog'istonlik bokschi Janibek Alimxanұлы 16 jeniz, 11 nokaut bilan fransuz bokschisi Annuel Nigamaning 14 jeniz 9 nokaut кездеседі. Екі спортшы әлі жеңіліс көрмеген. Janibek Alimxanұлы орта салмақта WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы атақтарын қорғайды. Оның соңғы жекпе-жегі 2024 жылдың 4 қазанында өтіп, Жаңа Зеландиялық Андрей Михайловичті техникалық нокаутпен жеңген болатын. Annuel Nigamaning соңғы рет 2024 жылдың маусым айында Сандро Жанизинді 3-ші раундта техникалық нокаутпен жеңген. Alimxanұлының тәжірибесі мен чемпиондық атақтары оны фаворит етеді. Бірақ Nigamangning жеңіліссіз рекорды да ескеруге тұрарлық. Жекпе-жек нәтижесі рингте анықталады деп айтты. Екінші сұрақты беріп көрдік. Кімні жеңісі көбірек? Janibek Alimxanұлы бұл жекпе-жекте айқын фаворит. Ол қазіргі WBO және IBF тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы. Ал оның қарсыласы Annuel Nigamaning үлкен жетістіктерімен танымалы емес. Неге Janibek фаворит? Тәжірибе мен деңгей. Janibek жоғары деңгейде қарсыластармен кездесіп, әлем чемпионын атағын бірнеше рет қорғаған. Күшті техника. Ол рингте өте тактикалы дал соққылармен және қорғаныстармен ерекшеленеді. Үйдегі жекпе-жек кездесу Астанада өтетіндіктен Janibek өз жанкүйерлерінің қолдауын ие болады. Annuel Nigamaning де осал қарсылас емес, бірақ оның деңгейі Janibekке қарағанда төмендеу. Сондықтан да қазақстандық боксшының жеңісі жетуі мүмкіндігі жоғары. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.